Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгінгі күнге барлығыңызға сәттілік тілеймін. Қазір бізде математикалық статистика факультатив сабағы. Ендеше балалар, сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өрнек құр және мәнін тап деп аталады. Барлығымыз дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің жадын жазайық. Бүгінгі сабақта сенің үйренетінің өрнек құрай білесің, есептеу дағдыларыңды арттырасың, өз бетінше жұмыстануға дағдыланасың, теңдеулер шешіп үйренесің. Ендеше балалар, мына тапсырмаға назар аударайық. Өрнек құр, мәнін тап. 100 пен аның айырмасына 215-ті қос. Аның мәні 78-ге тең және 45-ке тең. Мен сіздерге осы тапсырманың өрнек қалай құру керектігін үлгі ретінде түсіндіріп жіберейін. Бірінші, 100 пен аның айырмасына 215-ті қос. Мұндағы а тең 78. Яғни бұл жерде әріпті өрнек, күрделі әріпті өрнек құру керек. Әріптің орнына сан қоймасақ, біз әріпті өрнектің мәнін таба алмаймыз. Сондықтан мұндағы аның орнына 78-ді қоямыз. Бірінші өрнегіміз жақшаның екі амалмен болғандықтан жақша арқылы орындалады. Жақшаның ішінде 100 азайтылған а, жақшаны жабамыз және 215-ті оған қосамыз. Бұл әріпті өрнек. А тең 78 болады. Енді біз санды өрнекке айналдыруымыз керек. Ол үшін жақшаны ашамыз. 100 азайтылған 78, яғни 100 пен 78-дің айырмасы, жақша жабылады және оған 215-ті қосамыз. Қандай өрнек шықты балалар? Санды өрнек шықты. Ендеше мәнін табуға бола ма? Болады. Бірінші қай амалды орындаймыз? Бірінші біз жақшаның ішін орындаймыз. 100-ден 78-ді азайтамыз. Шыққан мәніне 215-ті қосамыз. Сонда өрнектің мәні 237-ге тең болды. Сол сияқты екінші өрнекті жазайық. Аның орнына 45-ті қоямыз. Сонда жақша ашылған 100 пен 45-тің айырмасы, жақша жабылған, қосу 215. Балалар, өздеріңіз мәнін таба қойыңыздар. Келесі әріпті өрнекті оқимын. 52 мен 136-ның қосындысынан аны азайт. Аның мәні бірінші 66-ға тең, аның мәні 110-ға тең. Мұнда да екі әріпті өрнек құрастырылады және әріптің орнына берілген сандарды қойып, өрнек құрастырамыз және мәнін табамыз. Жоғарыдағы үлгіге сүйене отырып, осы өрнектерді құрастырып, мәнін таба қой. Жарайсыздар балалар. Енді қарапайым теңдеу беріліп тұр. Келесі тапсырмамыз. Қарапайым теңдеудің мәнін табуды сіздер білесіздер. 25 пен x-тің қосындысының мәні 37-ге тең болады. Ендеше балалар, қарапайым теңдеу 5 жолда тұрады. Олай болса, осы теңдеудің мәнін таба қойыңыздар. Дәптерлерімізге жазамыз тапсырмалардың барлығын балалар. Келесі теңдеу 21 мен x-тің бөлінісі 7-ге тең. Бұл теңдеуді де өз бетіңмен орындай қой. Келесі тапсырмамыз балалар. Біз жаңа жоғарыда екі жай теңдеуді шештік. Енді күрделі теңдеуді шешудің үлгісін қарайық. Күрделі теңдеу. X пен 252-нің айырмасы 301 мен 11-дің қосындысына тең. Балалар, бұл күрделі теңдеу. Күрделі теңдеуді бірінші жай теңдеуге айналдырамыз. Ол үшін белгісіз x-і бар
жағындағы өрнек өз солаймен қалады. Яғни x азайту 252 жазамыз оны. Содан кейін белгілі мәні бар жақтың мәнін табамыз. Яғни бұл жерде 301 мен 11-дің қосындысы. Мәні қаншаға тең болады? 312-ге тең болады. Міне балалар, біз жай теңдеуге айналдырдық. Жай теңдеуімізді оқып жіберейік. X пен 252-нің айырмасы 312-ге тең болды. Енді теңдеуді шешеміз. X тең 312 мен 252-нің қосындысына. X тең 564. Енді күрделі теңдеуімізді тексереміз. 564 пен 252-нің айырмасы тең 301 мен 11-дің қосындысына. 312 тең 312. Балалар, бұл күрделі теңдеу неше жолдан тұрады? Қараңыздаршы. 6 жолдан тұрады. Ендеше балалар, осы күрделі теңдеуді шешу үлгісіне сүйене отырып, мына күрделі теңдеуді өзің шешіп көр. X пен 20-ның қосындысы тең 42 мен 20-ның қосындысына. Өз бетіңмен орындап көр. Жарайсыздар балалар. Сонымен бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық? Не үйрендік? Балалар, бүгінгі сабақта біз өрнек құрай білдік, есептеу дағдыларыңды арттырдық, өз беттеріңше жұмыстануға дағдыландық, теңдеулер шешіп үйрендік. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.